Менің ең сүйікті кітаптарымның бірі Atomic Habits, атомдық әдеттер. Яғни олар біздің өмірімізге әдеттер қандай әсерін тигізетінін сипаттап береді. Біздің өміріміз, шынымды айтсам, және біз қабылдайтын шешімдердің 90% ол біздің әдеттер. Ал енді ағылшын тілінде әдеттерді сипаттаған кезде біз қандай құрылымдарды қолданамыз? Бүгінгі сабағымызда осы құрылымдарды үйренетін боламыз, достар. Осы шақта және өткен шақта болған әдеттерімізді сипаттағанда біздің қолданатын структураларымыздың бірі ол used to, оның әр түрін бүгін үйренеміз. Ең алдымен осы слайдқа назарымызды аударайық, достар. Біз қазіргі шақтағы әдеттерімізді сипаттағымыз келсе, біз өте жиі usually деген, әдетте деген сөзді қолданамыз. Мысалы, мен әдетте таңғы 7-те оянамын. I usually get up at 7 o'clock. I usually get up at 7 o'clock. Байқайтын жер, usually деген сөз етістіктің алдында тұрады. I get up usually деген қате. I usually get up at 7 o'clock. I used to get up деп айтсаңыз қате. Ал used to деген құрылым ол басқа жағдайда қолданады. Қандай десеңдер, used to құрылымы, used to және етістік біздің әдетімізді сипаттайды, ол өткен шақтағы әдеттерімізді сипаттаған кезде қолданылады. Мысалы, we used to go to this bar. Біз осы барға жиі баратынбыз. Бұрын. Ол біздің бұрынғы әдетіміз. Немесе, біз бір кісінің бұрынғы әдетінің жоқ болғанын айтқымыз келсе, she didn't used to smoke. Ол негізі темекі шекпеуші еді ғой. She didn't used to smoke. Бұл жерде ағылшын үйренушілер жиі шатасады. Мысалы, she didn't used деп айтып қояды. Сол үшін есте сақтаңдар. Болымсыз, яғни бір әдеттің бұрын болмағанын айтқыларың келсе, she didn't use, use өзінің бастапқы формасына оралады. Біз жалпы осы мысалдардан ұққанымыздай, түсінгенімізде, used to ол өткен шақтағы әдеттерді сипаттағанда тұрады. Яғни ол әдеттеріміз бұрын шын болған, бұрын бізде ондай әдет болған, бірақ қазір ондай әдет жоқ. Егер ол әдет қазірде бар болса, ол usually болады, мен әдетте. Ал қазір шын болмаса, used to. Мысалы, I used to go to the cinema twice a week. Мен бұрын киноға аптасына 2 рет баратынмын. Және де бір қызық жайт, достар, егер де біз жалпы өмірімізде кейбір заттарды әдет ретінде қарастырмауымыз мүмкін. Мысалы, мен кішкентай болған кезімде каратэге баратын аптасына 3 рет. Біз жалпы қазақ тілінде сөйлескенде бұны әдет деп атамаймыз. Ол бұрын болған жиілікпен бұрын жиі қайталанатын зат. Осындай заттарды сипаттағанда да біз осы used to құрылымын қолданамыз. Яғни менің әдет деген сөзіме қарап тек қана әдеттерді сипаттамай, бұрынғы шақта, өткен шақта жиілікпен қайталанған іс-әрекеттерді сипаттаған кезде де used to-ді қолдансаңдар болады, достар. Ал енді тағы да бір ескеретін жайт, used to ол тек қана action verbs, яғни активті іс-әрекеттермен ғана емес, ол яғни абстракты іс-әрекеттермен де қолданыла алады. Мысалы, I used to have a car and drive a lot. Менде бұрын көлік болатын, мен бұрын көлікке ие болатынмын, және мен жиі көлік айдайтынмын. I used to have. Have деген енді ие болуын активті іс-әрекет деп айта алмайсың ғой. Мысалы, жүгіру сияқты, немесе жазу сияқты. Бірақ оны менде used to-ді қолдануға болады. Немесе сіздің көлігіңіз ешқашан болмаса, I didn't used to have a car. Менде бұрын көлік болмайды, бірақ қазір бар. Енді мынандай сұрақ туындап қалуы мүмкін. Біз сонда өткен шақтағы болған заттарды past simple мен сипаттай аламыз, немесе used to мен сипаттай аламыз. Қайсын таңдауға болады, қайсын таңдау керек. Шынымды айтсам, біз бұрынғы шақта кейбір жағдайларда жиі қайталанатын іс-әрекеттерді сипаттаған кезде екеуінде де қолдана аламыз. Мысалы, I used to live in London as a child. Мен бұрын Лондонда, бала болған кезімде, балалық шағымда Лондонда тұратынмын. Немесе I lived in London as a child. Екеуінің мағынасы бірдей. Бірақ бұл live пен, бірақ егер сізде активті іс-әрекет болса, және ол іс-әрекет бір рет қана болса, яғни ол жиі қайталанатын емес, немесе біз сол іс-әрекеттің нақты уақытын айтсақ, немесе нақты
сол іс-әрекет істелген санын айтсақ, біз ондай кезде тек қана past simple'ды қолданамыз. Мысал келтірейін. I went to Krakow last month. I went to Krakow last month. Бұл сөйлемде қандай ерекшелік байқайсыз? Ең алдымен бізге нақты уақыт беріледі, иә? Өткен айда. Нақты уақыт болса, болды, ол past simple. Немесе I went to Krakow twice десекші. Мен Краковта 2 рет болдым. Бұндай кезде де біз тек қана past simple қолданамыз. Ал used to деген ол жиілікпен айтылады. Мысалы, I used to go to Krakow every summer when I was a child. Мен Краковқа жаз сайын баратынмын, кішкентай бала болған кезімде. Ондай кезде, ал мысалы I used to go to Krakow last month деп айту қате. Себебі ол нақты уақыт белгісі өткен шақтағы, сол үшін бұл жерде тек past simple керек. Енді тағы да бір пайдалы құрылым anymore, any longer. Олар used to мен жиі бірге бір комбинацияда жүреді. Бір сөйлемде қолданылуы мүмкін. Anymore немесе any longer деген ол біздің, яғни сол затты енді істемейтінімізді көрсету үшін қолданылады. Яғни сол контрастты анық көрсету үшін. Мына мысалды қарастырайық. I used to go to the gym, but I don't anymore. Мен бұрын залға баратынмын, жаттығатынмын, бірақ мен қазір бармаймын. But I don't anymore. Бұл жерде go-ды айтсаңдар да болады, бірақ айтпасаңдар да болады. Нейтивтер мысалы айтпайды, but I don't anymore, but I don't any longer. Мағынасы бір, мен қазір ол затты істемеймін. I used to play piano, but I don't anymore. Мен бұрын пианинода ойнайтын, бірақ қазір аса ойнамаймын. Енді тағы екі өте пайдалы құрылым used to ішінде құрамында бар, бірақ олардың мағынасы сәл өзгеше. To be used to және get used to. Олардың айырмашылығы қандай? Енді қараңдар, біздің өмірімізде жиі өзгерістер болып тұрады. Және біз сол өзгерістерге үйренеміз. Мысалы, мен жұмыс ауыстырсам, сол жаңа жұмыстың жағдайына кішкене үйренемін, кішкене қалыптасамын. Ал ол жағдайға үйреніп қалсам, уже I am used to. Мына мысалды қарастырайық. To be used to деген біз уже үйреніп қойған заттарды сипаттағанда айтамыз. Мысалы, I am used to getting up early every day. Мен күнде ерте тұруға үйреніп қалдым. I am used to. Яғни бұл мен үйреніп қалған жағдай. Мен бұны күнде істеймін, мен үшін проблема емес. Яғни менің әдетіме айналған зат. Мысалы, I am used to, to be есімдікке қарай өзгереді. He is used to, she is used to, they are used to, we are used to. Дәл солай есімдікке қарап өзгертесіз. Ал енді to be used to біз үйреніп қойған жағдай болса, кейбір жағдайға біз енді ғана үйреніп бара жатырмыз. Ондай кезде бізге get used to құрылымы көмектеседі. Мысалы, Melissa can't get used to living in China. Мелисса Қытайда тұруға әлі үйрене алмай жатыр. Енді ғана көшті. She can't get accustomed to it. Яғни to accustom, to get accustomed. Үйрену сол жердің жағдайына. Яғни get used to біз осындай жаңадан құрылып жүріп бара жатқан процесті сипаттағанда қолданамыз. Тағы да бір рет қайталайын, анық болу үшін to be used to, I am used to деген ол қалыптасып қалған жайт, қалыптасып қалған әдет. Ал get used to біз енді үйреніп бара жатырмыз. I am getting used. Мысалы, мен жаңа офисқа көшсем, I'm only getting used to my new office's location. Мен енді ғана жаңа офисымның орналасқан жеріне үйреніп бара жатырмын. Немесе, I'm getting used to waking up early. Мен енді ғана ерте тұруға үйреніп бара жатырмын. Немесе, I can't get used to going to bed early. Мен ерте жатуға әлі де үйрене алмай жүрмін. Шын, негізі. Сонымен, достар, осы екі құрылымды үйрендік, used to-дің қыр-сырын білдік, қалай қолданатын. Енді осы білімді астыдағы жаттығуларды тексеріп көрейік.